Мен Асқар Әсем Талғатқызы, Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің бастауыш мектеп бөлімінің оқытушысымын. Педагог қоғамның дамуына бағыт-бағдар беретін, жас ұрпақтың санасы мен жүрегіне ізгілік дәнін себетін тұлға. Ол тек білім беруші ғана емес, балаға өмірлік құндылықтарды үйрететін тәлімгер, тәрбиеші. Оқытушының әрбір іс-әрекеті, айтқан сөзі мен көрсеткен үлгісі оқушының болашақта қандай азамат болып қалыптасуына тікелей әсер етеді. Қоғамдағы педагогтың рөлі шәкіртті біліммен қаруландырумен қатар, оны жауапкершілікке, еңбекқорлыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу. Колледж студенттері менің жетекшілік етуіммен республикалық, облыстық байқауларға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп жүр. Ата-аналармен жұмыс педагогтың бала тәрбиеленудегі негізгі қызметтерінің бірі. Отбасы тұлғаның қалыптасуында ең маңызды құндылық. Білім алушылардың ой-танымы, көзқарасы, қоғам жайлы түсініктерін ескере отырып, колледжде адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында түрлі іс-шараларды ұйымдастырып отырамын. Студенттердің бос уақытын ұйымдастыру мақсатында кітапханаға, мұражайға, театрларға барып, өнердегі әдемілік пен сұлулықты баулайтын топ жетекшімін. Мейірімділік жүректен, мейірімсіздік білектен демекші, тобымның студенттерін қайырымдылық жасауға шақырып отырамын. Көкшетау қаламыздағы нөмір 1 арнайы мектеп-интернатына барып, қайырымдылық іс-шара өткізу мақсатында сиқырлы бояулар байқауын ұйымдастырдым. Байқауға қатысқан оқушылар нәтижесінде түрлі номинациялармен марапатталып, арнайы сыйлықтарын сыйға тартты. Көшбасшы ретінде колледжімізде педагогика және психология кафедрасының жетекшісі қызметін атқарамын. Бұл қызметте ғылым мен тәжірибені үйлестіре отырып, білім беру саласының сапалы дамуына өз үлесімді қосып келеміз. Саналы адамдардың бір мүддені, бір мақсатты орындау үшін саналы түрде өзара бірігудің арқасында біз жаңа қоғамды құра аламыз. Қоғам бізді қоршаған орта. Кез келген азамат сүйіспеншілікпен қарап, мейірімді болу, қоғамға пайдалы іс-әрекетпен айналысып, табиғатты қорғап, спортпен шұғылданып, қоғамның бір мүшесі ретінде Абай, Ыбырай аталарымыз сияқты еліміздің шамшырақтарындай болып, қоғамның дамуына үлес қосса, менің де қосқан үлесім деп білемін.